그럼 서로 다 영어 그 발음이 그렇게 맞는 Все? Надо. Свет. Bel kolu saat yaptı. Ondan çıkma. Ja, ich habe total verstanden. Kannst du nicht mit voran? Niye? İlk ayda bir ay sayı ortam pasel. Osa emergency to premier olur plan olur promotion olur. Olur. Ani masal. Için ama pasal Yetmiş 91. okumasan Bir жағына жақын отырайық, естімей қалды. Жол екінші қатынасты аспект дейсіңдер ме? Осы грейдинг Естімейді қазір. Бастай берейік онда, уақыт өтіп барады. Жақсы, енді келген кісілер келіп отыра береді арт жағына. Әзірше енді ауыл осы қоғамдық кеңес төрағалары, ақсақалдардың мүшелері отыр осы жерде бастан. Сосын қазір жалғасып келе береді, отыра бастай береміз жиналысты. Өйткені уақыт бізде үште бастау керек. Қайырлы күн, міне қоғамдық кеңеске
тыңдауға қатысушылар, ауыл тұрғындары, бүгін міне өткізіліп отырған жиналыс Қазақстан Республикасының экологиялық, геология және табиғи реттеу министрлігінің 23 жылғы 27 қаңтардағы нөмірі 294 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаттарына бекітілгендігі туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Енді алдымен қоғамдық тыңдауларды төрағалығы мен хатшысын сайлаймыз. Қоғамдық тыңдауды өткізу қағидаттарын бекіту туралы бұйрығына сәйкес жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде ауыл әкімі Сатжан Құрманбаев өзімді ұсынамын. Хатшы ретінде қатысушы арасынан Спандияр Салтанат ұсынамыз. Бір қол көтерсеңіздер, осы кісілерге хатшылықтың төрағаны сайлау ретінде. Қалыс қалған жоқ. Қоғамдық тыңдауларды және ашық деп жариялаймыз. Бүгінгі қоғамдық тыңдаулар тақырыбы флотация фабрикасы және нөмірі 2 постохранилище нормативтік құжаттамасы шоқы көп кен орындағы фабрика учаскесі және нөмірі 2 постохранилище кеңейту жобасына экологиялық рұқсат алу үшін жиналыс өткізіп жатырмыз. Экологиялық рұқсат алу үшін тапсырыс беруші Басколт жеке шектеулі серіктестігі. Ендігі кезекті қоғамдық тыңдаулардың регламентін тоқталатын болсақ, баяндамашыға жасау үшін 10-15 минут, сөйлеуге рұқсат етіледі, сөйлеу қатысып сұрақ қою үшін 5-10 минут беріледі. Баяндамашы аяқталған кейін жоба бойынша ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса қоясыздар. Осы регламентті келісіп, бір ауыздан дауыс беріп бекітіп алайық. Регламент бекітілді, қалыс қалған жоқ. Келесі кезекте баяндамашы сөз беріледі. Баяндамашы сөйлейді. Бүгінгі таңда қаралып отырған қоғамдық тыңдалым Үшшұқы кен орнындағы флотация фабрикасы учаскесін кеңейту және нөмір 2 қалдық қоймасы жұмыс жобасына арналған қоршаған ортаны қорғау бөліміне және де флотациялық фабрикасының және нөмір 2 қалдық қоймасының нормативтік құжаттамасы, яғни НДВ, ПУ, ПЭК және құжаттамалары бойынша өткізіліп отыр. Жалпы оператор туралы қысқаша айтатын болсақ, осы қоғамдық тыңдалымның операторы, объекттің операторы Басколт жауапкершілігі серіктестігі болып табылады. Оператордың ең негізгі міндеті өндірістік қызметі болып бағалы және де басқа пайдалы металдарды өндіру және оларды қайта өңдеу болып табылады. Оператордың объектілері қазіргі таңда қарастырылып отырған ол флотациялық фабрикасы және де нөмір 2 қалдық қоймасы болып табылады. Көзделіп отырған объектінің негізгі орнына келіп тоқтайтын болсақ, бұл Жезқазған қаласының солтүстік-шығысқа қарай 120 километрде орналасқан, қазіргі таңда жұмыс істеп отырған Үшшұқы кен орнында орналасады. Осы көзделіп отырған жұмыс жобасы өндірістік қызметі болып, негізгі мақсаты гидропрессия сусыздандырылған кен руданы қайтадан құрамды алтыны бар сутектерді концентрациялар арқылы анықтап, соны флотация әдісімен өңдеу болып табылады. Жалпы мәліметтерге келіп тоқтайтын болсақ, Үшшұқы кен орнында флотациялық фабрика және қалдық қоймасының жобалау қарастырылған. Осы жобаға учаскелерге 256 гектар жер берілген болатын. Және де бұл жер телімі осы учаскенің контрактының территориясында, кен орнына берілген контрактының территориясында болып табылады. Жаңа айтып өткенде жұмыс жобасы Жезқазған қаласының солтүстік-шығысына 120 километрде орналасқан, және де осы көзделіп отырған учаскеде 1 километр арақашықтықта жақын жерде жылы зона және су объектілері, аса пайдалы музей объектілері, ескерткіштер де басқа да тарихи тұлғалы объекттер қарастырылмайды.
Ең жақын су объектісі 4,5 километр қашықтықта орналасқан. Ал ең жақын жилой зонасы, яғни ауыл көзі ол осы Жыланды селосы болып табылады. Көзделіп отырған участке 32 километр қашықтықта орналасқан. Жалпы жобаның технологиясын келіп тоқтайтын болса, осы жобалау барысында ұсақталған руданы көзделіп отырған флотациялық фабриканың құрылысы әкеледі, оны ұсақтап бөледі, содан соң бұтары машинасында жуып, ары қаратай конвейермен классификаторға апарып, классификаторда өңделгеннен кейін флотациялық калий майларын қосып, осы руданың көлемінде бар сульфаттары арқылы анықтап, алтыны барларын сұрыптап алып, содан кейін оны келтіріп бикбоктарға жинайтын болады. Ары қаратай өңдеуге тапсыратын болады. Ал осыдан шыққан лайлы топырақтарды ішінде алтыны жоқ, жарамсыз болған породаны зонд арқылы қостақтан шығып, осы яғни қалдық қоймасының өңдеуге жібереді. Осыған дейін осы жерде жұмыс істеп отырған басқа да объекттер бар кен орнында, және де осы қазіргі таңда қарастырылып отырған флотация фабрикасы аналогичный және басқа да жаңа өңдеу түрі болып табылады. Жұмыс жобасында, яғни флотациялық фабрикасы, ангар қарастырылады және қалдық қоймасының құрылысы жасау болып табылады. Жалпы экологиясына келіп тоқтайтын болсақ, осыған дейін осы жұмыс жобасы бойынша қарастырылған болатын, ықтимал әсер ету туралы есеп өтіп, сол арқылы қоғамдық тыңдалым өткен болатын, және де соған байланысты заключениесі алынған болатын. Экологиялық тұрғыдан келгенде, экологиялық кодекстің приложениесі 2-ші разделына қарасақ, бұл объект 2-ші категорияға жатады, және де санитарлық защита зонасын беретін болсақ, бағасы спирті, яғни 500 метрді санитарлық защита зонасын құрайды. Осы объекттің жұмысы барысында санитарлық защита зонасы да және қауіпсіздік зонасы бұзылмайтын болады, яғни облыс воздействия келіп түскен кезде осы объектілердің жұмыс істеу эксплуатациясы барысында ең максималды әсер ету 100 метрден аспайды. Яғни көзделіп отырылған санитарлық зонасынан да шықпайтын болып табылады. Атмосфералық ауаға келіп түсетін әсеріне келіп тоқтайтын болсақ, ол құрылыс барысында ең басында келіп құрылыс айтсақ, ол құрылыс барысында уақытша әсер етеді. Яғни осы құрылыс барысында 20 тонна құрылыс барысында 7 тонна ғана атмосфералық ауаға зиянды заттар шығатын болады. Осы әсерде бұл көздер уақытша болып табылады, яғни осы қарастырылып отырған қалдық қоймасын жерді өңдеу, планировочный работа, жер жұмыстарына, және де салынып отырған ангарларда құрылысы барысында дәнекерлеу жұмысы, бояу жұмыстары барысында түзелетін болады. Ал эксплуатациясына келіп тоқтайтын болсақ, осы зауытта түзілетін 4 қана ластаушы көз бөлінеді. Жылына осы көздерден 20 тонна ғана атмосфераға ластаушы көздер шығарылатын болады. Ластаушы көздерге келіп тоқтайтын болсақ, бұл және флотациялық фабриканың желдету барысынан түзеді. Екі бізде флотация фабрикасында вентиляционный корпус қарастырылған, вентиляция, яғни сол вентиляциядан түсетін шығындыларды ескеріліп отыр. Және де руданы қабылдау бункері, ол флотация фабрикасының сыртында орналасқан. Осы руданы қабылдау бункерінен шаң түзіліп, осы көздер қарастырылған, және де беткі плодотворный слойды сақтау қоймасынан түзілетін көздер айтылып отыр. Осы 4 көзден ғана шығатын болады. Бұлардың шығатын атмосфералық ауаға шығынды барысында біз биорганикалық шаң, және де кальций оксиді, көміртек күкіртті, сероуглерод және бутил спирті ғана шығатын болады. Бұл атмосфералық ауаға эксплуатация барысында шығатын заттардың ПДК-сынан аспайды, яғни
шекті мөлшері 0,100 тонна миллиграммна кубометр құрайтын болса, біз осы эксплуатация фабрикасы жұмысы барысында 0,1 миллиграмм кубометрді құрайды. Ал енді көзделіп отырған жұмыстан су ресурстарының әсеріне келіп тоқтайтын болса, құрылыс барысында жер асты және жер беті суларына әсер етпейді. Құрылыс барысында қолданылатын барлық су көздері тасымалданған, яғни природный су болып табылады. Және де жер асты суларына рельефке, жер бетіне сбростар да жүргізілетін болады. Осы құрылыс барысында 25,5 метр кубический ғана су пайдаланылатын болады, яғни бұл деген осы құрылыс барысына келетін диагностикалық қажеттілікке пайдаланылады. Ал эксплуатация барысында жер асты және жер бетіне ешқандай су көздеріне әсер етпейді, және де шығынды сбростары көзделмейді. Осы кезде эксплуатациялық фабрикада жұмыс істейтін қызметкерлерден де бос-бытовой сулар түзілмейді, яғни бұл объект жұмыс істеп тұрған кен орнында орналасқандықтан қосымша сбростар қалыптасып түзілмейді. Енді қалдықтарға келіп тоқтайтын болсақ, құрылыс барысында түзілетін қалдықтар бұл дәнекерлеу, бағана айтылған дәнекерлеуден түсетін қалдықтар, және де бояу көздеріне шығатын қораптары, яғни таралар, және тұрмыстық бытовой қалдықтар, және де майлы шүберектер, және құрылыстық қалдықтар болып табылады. Бұл қалдықтардың барлығы құрылыс компаниясы монтаждау жұмысы аяқталғаннан кейін өздерімен басқа организациялармен договорға отырып, өзге организацияда жойылатын болады. Яғни осы құрылыс барысында свалка көзі түзілмейтін болады. Ал осы эксплуатациялық фабрикасының жұмысы барысында эксплуатацияға келіп тоқтайтын болсақ, эксплуатация барысында бұл бізде түзілетін 4 түрлі қалдық түзіледі. Яғни эксплуатациялық фабриканың қалдықтары, яғни жаңа ол хвостохранилище, қалдық қоймасына жіберілетін хосттар, және де химиялық реагенттердің ыдыстары, және де майланған шүберектер, және тағы осы қондырғылар жұмыс істеген кезде майлауға қолданылған отработанный масла деп сондай майлар түзетін болады. Бұл қалдықтардың барлығы өзге де организациялар ары қаратай өңдеуге жіберілетін болады договор бойынша. Осы құрылыс жұмысы өткізгеннен кейін керекті организациямен договорға отырып ары қаратай утилизацияға жіберілетін болады. Жалпы қоршаған ортаға флорасын және фаунасын келіп тоқтайтын болсақ, яғни өсімдік және жануарлар әлеміне осы объектінің құрылысы барысында және эксплуатация барысында да ешқандай зиянды әсер етіп туылмайды. Себебі бұл көзделіп отырған жұмыс осы кезге дейін жұмыс істеп отырған кен орнына орналасатын болғандықтан ешқандай жануар және өсімдік әлеміне зиян келтірмейтін болады. Бірақ оған қарағанда осы жұмыстар біткеннен кейін рекультивация жұмыстары жүргізілетін болады. Яғни санитарлық защита зонасы екінші санатқа жатқандықтан 50% осы жерге бөлінген жердің 50%-іне дейінгі жерде көгалдандыру жұмыстары да қарастырылатын болады. Осындай қайта оң әсері бар. Физикалық тұрғыдағы әсеріне келетін болсақ, құрылыс барысында құрылыс машиналары жұмыс істеу барысында ғана физикалық әсер, яғни шу пайда болады, және ол шудың жұмыс істеуі де шектің мөлшерден аспайтын болады. Ал түзіліп отырған эксплуатациялық фабриканың эксплуатациясы барысында ешқандай физикалық әсер минималды болады. Барлық оборудованиялар жұмыс істегенде ондай шуды тудырмайтын қондырғылар жұмыс істейді. Осы жұмыс көзделіп отырған қойманың қалдық қоймасының жұмыс уақыты біткеннен кейінгі 3 жыл ішінде рекультивация жұмысы және де содан кейінгі 3 жыл ішінде мониторинг жұмыстары қарастырылып, жер асты суларына, жер беті суларына және жер көздеріне қандай да әсер еткені туралы мониторинг жасалып отыратын болады. Радиациялық жағдайына келіп тоқтайтын болсақ, осы объектінің құрылыс барысында және эксплуатация барысында да ешқандай радиациялық көздер әсер етпейтін болады. Осымен баяндама аяқталды.
Сұрақтарыңыз болса. Менде сұрақ бар. Бірінші айналайын жақсы, баяндама жақсы тыңдадық, рахмет. Енді екінші сұрағым, өзің қайда бітірдің, қандай білімің бар, іс тәжірибең бар ма, бұны істеп пе осы салада? Мен Қызылорда мемлекеттік университеті, Қорқыт атындағы университетті бітірген болатын, экология мамандығы бойынша. Осы жобалау жұмысында 10 жыл тәжірибем бар. Fabrika bilen şahsı bölüp var, ekibі бірге. Шахсыз астында істейміз. Фабрика сүзеді ғой. Siz sonra екі bölüm başı mı? Біреу var. Fabrika bilen şahsı. Екеуінде де? Совместно шахты bilen var. Полностью мен территорияда жүргем, водителер, наемный адамдар барлығы, олар полностью наряд, сізде акты бар ғой, бөлімдермен Бұл кісілер жерден бұрын өндірісінде чумаяқ пойызға теплой тасып жүрді ғой. Sonra жететін егер. Басқа жерге бөлінді. Енді бұлар сол жер өзінің шахтың территориясында қоршап алып, сол жерден фабрика салды. Мына жерде шыққан жаңағы соның бәрі сол жерде өндіріп, сол жерден жаңағы алтын, күміс. Бәрін бірақ басшыма деген өзімен өзі ғой сол. Сол еме деген ғой. Шахтыда бөлім начальник шахты деген фабрикада директор фабрика бөлім. Сіздерде қалай деймін структураның несі? Жоқ, бізде структура генеральный директор мен тұрамын. Бізде ошақта первый руководитель, басшысы мен. Генеральный директор ол астана заводы. Соны фабрикаменен жаңағы шахта. Фабриканың адамдары олар инженер цехтар бар, технолог бар, олар барлығы маған есеп береді. Генеральный директор ғой. Біздің біріміз сұрайтынымыз, маманы болмағаннан кейін кейбір көп мәселені түсіне бермейміз ғой. Сіздер бәрі өздеріңіздің тілдеріңізбенен жаңағы өндірісті алатынын, қорытатынын, жаңағы қоймаға шығаратындарын айтып. Денежный выражение қалай дейміз ғой. В результате жылында шығатын өнім, алатын өнім бар. Соның бір табыстарыңыз қалай өзі? Жоқ, мен жылына 72 мың тонна, 3 грамм тоннасына ана ақшаны айтпай ғой, коммерция тәйгім. Сода 72 мың жылына 72, айына 72 сіз сол мың тонна астан шығарып өзі жаңағы қорытып шығарасыз ба? Соның ішінен алатыныңыз 0,3% қой. Солай ма 72 мың? 1 тоннаға 3 грамм. 1 тонна 3 грамм. Мен кезінде неге жібергем, бас кезде Балқашқа жібергем, Қостанай жаққа полиметалға жібергеміз ғой. Одан кейін қазір мен өз фабрикам бар, мен мынау полностью құтырым, екі технология бар. Ционирование бар, эксплуатация бар. Қазір ционированиядан мен не шығарамын, слиток шығарамын. Слитканың өзі шығарасың ба? Менде бір жыл бұрын түймен астымен әңгіме шықты, мен жолды не үшін қазықтадым, анаған нені малым өледі деп, мен оларға түсіндірмей айтып, қазір кезінде мен неге апарғанда, 3 грамм тоннасына түйменақта мен өстіп бейгім бар, оны балғанға дейіп, нелерге заводтарға жібердім. Қазір менде сотовый связь қойдым, территорияны қоршаттадым, қазір бұл теракт, подкоп, не болмады. Почему? Потому что мен жұма сайын менде инкассация, айына 4 рет менде инкассация болады. Жіберіп тұрасың? Өнімін жіберіп тұрасың ба? Оны жіберіп, самұрық қазынамен жұмыс істеймін. Самұрық қазынамен. Ана қандай ақша не, оны мен білмеймін. Айтпайсың. Ал жарайсың, сен бізге керек жерін айтпайсың. Біздің елге қаншама процент пайда? Не жағдайына бізге көмек, социальный көмек елге деген? Жоқ, біз қазір, например, әкім айтты ғой, президент айтты, қазір НДП налог драгоценных полезных ископаемых, ол мына жақта сізде қалады. Налог жағын мен білмеймін, мен только шахтаның шахт фабрикаға. Жоқ, қазір бұл кісілер аудан бойынша жақсы налог төлеп отырған фирма, мен тоғының біреуі осы кісілер жақсы. Бұл аудан көлем, бұл аудан. Енді оны кәсіпкер бөлімімізден сұрау керек, ол кісілер есеп отчет беріп отырады. Ол біз білмейміз. Мен білемін, мен годовой планым бар, ай сайын планым бар, содержаниесі бар, мен отырып жұмыс істейді, машинелерін, почталарын бәрі жұмыс істейді. Ол түсінікті ғой, ол түсінікті. Біздің енді сұрайтынымыз, енді соның ішінде сіздерде статья бар ғой, зарплатқа бәлінгіде транспортный расход, бәлінгісі, бәлінгісі, мысалы деген ғой. Енді осының ішінде бір статья
жақын елді мекенге социальный вопрос нендей жағдайда көмектесе аласыздар? Оған қанша сіздерде сума қаралған, соны сұрап отырмын ғой. Ол жағын ба? Ол жағын істеп Мен істегенімді бізге вообще жалпы өндірістік істегенде біз қуанбасақ ренжімейміз. Ол енді өзіміздің асысты кешегі бүкіл корпорацияны қопарып кетті ғой, киімді үйінде ағайынды. Сол енді сол мысалы енді қазір қазағымыз. Бірақ дегенменен енді осы өңірдің мысалы сіздердің жаңағы қазір жердің артында 3 шақырым жерде менің құдығым бар, баламның несі бар, жайлауы бар. Баяғы ферма қазір енді мал шамал болсын бармай жатыр, ертең егісі барады, отырады турасы дегенде, ана өзекше бар ғой, адам өзек бар. Су тура өзектің түбінде мынандай көшенің баласы, мынандай біздің балдар, мынандай табалап отырған жерлер бар. Ал енді онда тұрған ештеңе жоқ. Енді жалпы елге не көмек дегенім ғой, енді біз сұрайтынымыз сол. Сіздер келесіздер, істейтін өнімдеріңізді ананы айтасыздар, сосын жақсы біз есеп беріп кетесіздер. Ал енді оның бізге сіздің есебіңізден не пайда? Ана әкімге беретініңді, сен не жағдайың мұқтаж, еліңе керек. Біз осы мына істеп берейік, мынандай мүмкіндігіміз бар, мынаған шамамыз келмейді деген сияқты. Әңгіме болмасын, бәрі су қойып қылатты деген сияқты сөз ғой. Бұл кісі бағана айтқан ғой, генерал директоріне хат жазған. Осы ауылға орталық көшеге бір саябақ салып беру жөнінде ұсыныс жасаған. Бұл кісілер қолдап отыр. Келесі жылы амандық болса, оны қолдау табады деп жоспарлап отырмыз. Енді басқа енді бұл кісілер техникадан көмек беріп жүр, өз көмегін беріп жүр ғой енді бала. Мына көшесін тазалаймын, вокзалды тазалаймын. Ол олар істеп отыр ма, жыл сайын істеп отыр ма? Біз өзіміздің ауылдағы сіздер айтып мысалы үш оқыда мынандай көмек бердік, мынандайды көрдік, мынандайды істеттік деген сияқты. Кеше 3 Корея келіп кетті, сіздер келіп жатсыздар. Жоқ, бұл кісілер қалай көрмейсіз? Ана иіспен толғанның бәрін көтерген осы кісілердің техникасы ғой, бір жетіп жатыр. Бұл рахмет кісілерге. Көктемде келіп павловшымен қарды күреп беріп жатыр. Бәрі осы кісілердің көмегіне жүгініп отыр. Дұрыс, соны айтып отыр. Сіздер Ақшақаралдың нәтижелерді тазалап жатыр деген сонымен шоқ деген бізде беріп жатқан жоқ. Мысалы дегенім ғой. Иә, бұл кісілер анау ол естен шығып кетеді ғой, абылай уже мен мына жақта 2018-дің шанаға шақырады маған, ана жерде жол жуықтайды, жасады. Қатынас болмай жатыр деп. Соның бәрін ақырын бір-бірімізден көмектесіп жатырмыз. бұл кісілер мына жерде трансформатор қойып беруші, кран әкеп қойып берді осы кісілер. Ауданнан сұраған бермеген осы кісілер беріп отыр. Бәрі көмек қой. Осыны жарқатып айтсайшы, көрмеген сияқты айтады. Кісілердің еңбегі зор. Енді жаңағыда айтып отырмын ғой, бұл кісілер бастығына тікелей хат жазған, хаты келіп тұр қазір. Алдағы уақытта салып береміз саябақ деген сияқты. Мен айтып отырмын, мына мешітті екі ортаға саламыз ғой, жобалап отырмыз енді. Оны ертең ақылдасамыз қай жерге салатын деді. Осындай алдында келген әңгімені тыңдауға келген кезде ол кісілерге айттық қой, біреу ескі площадка жасап береміз, біреу бірдеңе салып береміз деген сияқты өздерінің ұсыныстарын айтып. Біз бірінші келген бетте жағаны алмаймыз, артында договор жұмыс істеп жатса, тағы да сұраныс бере береміз. Бұл кісілер енді аяққа тұрып жаңағы фабрика ашып енді істеп жүр. Бұл кісілерге де айтып жатырмыз, енді ауылдың ортасында бір жазда отыратын саябақ ретінде жаңағы жазғы саябақ салып беріңіздер. Тротуары бар, ішінде брусчаткасы бар, талы бар, отыратын жері бар деген сияқты. Оның бәрін қағаз жүзінде істеп жіберіп жатырмыз бұл кісілерге. Бұл кісілер қолдап отыр. Енді бұлар техникадан көмек беріп жатыр. Енді тікелей бұл кісі енді сол жерде қызмет істеп отқан техникаларынан көмек беріп отқан. Основной ішінде де қолына бір техникадан басқа не бар? Техника беріп отқан. Қаржылай деген ол енді жоғары жақта ол кісілерде бізге қаржы қанша түсуін бұл кісілерден сұрап отырмын, қанша ақша бұл кісілер айта алмай отыр. Бізде қазір ол ауданның көлемінде кәсіпкер бөлімі бар, сол кісілерде есеп бар. Ол кісілерден бізде алып отыр ғой, иә, ол кісілер кеше аудан әкімі есеп берген кезде састыда тұрған басқод, мысалы налогтың түсімін көбейтіп жатыр. Бұл кісілер, сол кісілер, мына кісілер налогты жақсы төлеп отыр бізде қазір. Төлесе табысты ертең бізде налог, бұл кісілердің налогтар бізге түсіп тұрған жоқ қой. Иә, тек қана бізге жердің налогын төлей салады. Ертең бұл кісілердің бір бөлігін бізге төлейтіндей мүмкіндік береді. Өйткені бізде мысалы жылына бәлембәлі мысалы 50-60 миллион, 70 миллион біз жұмыс істеуіміз керек. Біздің ақшамызды ауданнан сұраймыз, облыстан сұраймыз. Ертең біздің өзімізге налог түсетін болса, былтырғыдай қоғамдық кеңесте қараймыз да, сол ақшаны жұмсауға мүмкіндік береді алдағы уақытта. Кеше тапсырма сонда бұл кісілер уже бізге қанша налог түсетіні бәрі уже біз көз алдымызда тұратын болады. Қазіргі уже бұны жаңа жылдан кейін басталады ғой жаман болса.
сондай мүмкіндік бар. Бұл кісілерде жаңа айтып отыр ғой, мен келесі жылдары Аманқызы жанында саябақ саламын деген жоспарлар бар бұл кісілердің өздерінің тарапынан. Востоктың несімен, фирмасы атынан. Басқа не сұрақтарыңыз бар? Дұрыс қой, жақсы, бұл кісілер рахмет. Өткенде бір айтып едім, әкімшілік келгенде де айттым ғой, осы ауылға бізге ең нәрсе, керек нәрсе өлім жітім болады, той томалақ болады. Бір 200 орындық тойхана ма, асхана салса, ең үлкен шаруа сол. Ауылға қажетті шаруа сол. Ауылдың жастарын жинайсың ба, осындай жігіттер жинайсың ба. Осы шаруаны істесек деймін, келешекке керек. Биыл істемесе келесі жылы. Ол қазір біз ертең орталықта қаламыз, ертең күнде бұл жиналыс. Мына кісілер жиналыс деп тұрған екен. Жоқ, жалпы бұл кісілерге көмек болса деген ғой. Бұл кісілер ол айтып отыр ғой. Ол ертең тойхана салу деген оңай жаңағы. Тойхана демекші жаңағы мешіт басына ас беретін асхана салу оңай. Оны ертең күтіп ұстауын да қарастыруымыз керек. Сондықтан оны ойластырып келешек керек қой. Осы ауылдың жастары үлкендер бар. Көбісі кетіп қалып жатқан себебі сол. Ана өлім жітім болған кейбір таппай жатыр, үйге сыймай жатыр. Көрмесі ғой ауылда тұрған кезде. Сол жалпы естіп осын деп жатқаным ғой. Бұл мәселелерді біз өзіміз қарастырайық ауылдың ішінде. Жақсы. Есің ой жасап жатқаным ғой. Ол ойда бар нәрсе ғой. Бұл кісілерге де ұсынысты айтып отырмыз барлығына. Мүмкіндік болмай жатыр, просто елді қолға қояды ғой. Ертең мүмкін сол асхананың материалы көмектесер деген сияқты ертең бұл кісілерге де ұсыныс шығамыз ғой. Жаңа түсіндіңіз ғой? Халықтың ой пікірі. Жаңа түсіндім ғой. Атыңды жазып. Ертең мен хат жазған кезде не жазды деп ойлап қалмай, халықтың атынан жасаймын. Жеке өзінің сұрауды да ойлап қалмай. Жаңа айтып отыр ғой, 400 адамда істейді деген жаман емес қой, өзіне жауабы Сосын ғой да, елдің ішінде малымен сотылған халық қой. Осы ауылдың сиыры бар, қойы бар, басқасы бар. Содан асханаларымызға алып тұруға болмаймыз сіздер. Мен Нұрланмен істеймін ғой, Нұрлан Тимнатны. Жоқ, біздің ауылмен байланыс жасаңыз. Оған не керек, құжаттар керек болды. СС нелерді. Документ айтып кетейін, қазір жалпақта тілінде айтайық сіздер. Бұл кісілер фирма жұмыс істейді. Сіздер барып қорадағы сыйда барып өтсе алмайсыздар. Қазір ит болу керек сіздің атыңызда. Сосын енді доғырға отырғаныңыз керек 12 ай, жыл бойында, 2 жыл бойында. Қамтамасыз ету. Сіз ертең бір сыйда барасыз, одан сиырыңыз жоқ, бұл кісілер банкрот, қанша адам ашсыз қалады, тамақсыз қалады. Сондықтан бұл кісі жаңағы Тюмояқта жатыр, Нұрланмен отырып алған. Ол Нұрлан Тюмояқтың да қызыл жарында сарсын сиырын алып, сол жерден документпен апарып өткізіп жатыр ана жақта. Солай тұрдың баласы ғой. Білмеймін, Тюмояқта Нұрлан дейді, сол кісілер Нұрланда осында келіп алады, жолдың бойынан алады. Сол нақсының доғырып отырып фирмамен. Бір тонна ет апарып өтсек, доғырмен. Ол ақшаны қолыңызға бере салмайды, шөтпен лақтырады. Ол шөт арқылы келеді, ол налог төлейді, сондай жұмыстары бар оның. Енді оны сөйлескен, біз оның біраз жігітпен сөйлескен. Ол ертең доғырып бұл кісілермен жарайды, мен алып маған келісім береді, мен біреуге сізбен отырсақ, ертең сіз бір айдан кейін ет таппай қалсаңыз, мына кісілердің қаншама адам бұл кісілер маған керек. Басында уәде қайды, ет тауып әкелді, мен қайды алмайды. Сондықтан ол сондай мәселе ол. Әйтпесе бұл кісі алғысы келіп отыр. Енді жаңағы Нұрлан деген кісі жігітпен енді адам бар екен ғой, Тюмояқта бар ғой. соған апарып өтеді ғой. Дұрыс қой, Сондай шаруа бар. Болды ғой бірінші сұрақ бойынша. Онда екінші күн тәртібін бастай берейік бұл жерде. Бұлда солай. Департаментте сұрақ бар ма екен? Да. Тікелей эфир қосып тұр бұл жерде. Экология. Енді осы қоғамдық тыңдалымды общий регламент бойынша жауап қылсақ, сосын барып келесі бастауға болады. Бірден бастауға болады. Міне айттым ғой, мынау кәдімгі бүгінгі осы баяндама бойынша сұрақтарыңыз жаңағы айтылды, пікірлеріңіз ескерілді, ойда жүрдім. Барлығына бәрі хаттамаланған ертең, барлығы тігіледі, прямой эфирде тұр, бәрі қосылып тұр, бәріміз қазір сөзіміз бәрі жазылып тұр үшін. Сондықтан осы қоғамдық тыңдауды аяқтасақ осы жерде. Аяқтайық, жақсы. Онда бірінші аяқталды деп осы жерден аяқтаймыз. Қатысқандарыңызға рахмет. Мына бірінші тыңдау аяқталды. Екіншіне